Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін 24 наурыз 2025 жыл. Мен сіздерге ерте көктемде болатын оборотқа, яғни өңдеу жұмыстары жайлы айтқым келіп отыр. Дәл қазір мына алмалардың қасында тұрмын. Көктемде көбінесе сұрақтар түсіп жатады, қандай дәрімен өңдеуге болады, ол не үшін деген сияқты. Біріншіден, неге тоқталып өтсек, аурулардың және ағаштың несіне, физиологиясына. Көктем жылып, көктем кіріп, күн жылынған кезде, топырақ қызған кезде ағаштар ояна бастайды. Ол не деген сөз? Тамыр жүйесі жұмыс істеп, жоғары қарап су мен қоректік элементтерді белсендірді айдай бастайды. Яғни сол кезде ағаштармен бірге қыстап қалың қабыққа кірген, қысқа төзімділікке енген, қыстауға кірген зиянкестер де ояна бастайды. Зиянкестер ауруларды ояна бастайды. Бұл көктемгі обработкалар, көктемгі жұмыстар көбінесе негізінен контактілі, яғни жанаспалы дәрілермен жасалынады. Оған не кіреді? Оған әсіресе мыс сульфаты кіреді, медный купорос, одан кейін железный купорос деп айтады, темір сульфаты, ол да кіреді. Негізі осы одан кейін карбамидпен жасап жатады, яғни мочевинамен жасап жатады. Негізінде көбінесе бордоский смесь деген бар, ол әтпен мыс сульфатының қосындысы. Ол не үшін жасалынады? Бұл қыстап шыққан зиянкестер, сосын көбінесе енді бұл медный купорос болғандықтан, мыс сульфаты болғандықтан бұл аурулар. Ауруларды оянып тарала бастайды. Яғни оларды тіршілігіне кірісе бастайды. Өсіп, өну, көбею деген сияқты. Соларға қарсы негізінен аурулар ол тасқотыр, парша ауруы, манилиоз, мүмкін ағынтақ ауруы, сосын жапырақтың бюролануы, курчавый лист деген, керлі лиф деген, сондай ауру, сосын кластоспориоз деген ауру бар, кокомикоз деген ауру бар. Солардың, яғни нелерін, аскоспораларын, яғни қыстап шыққан спораларын жоюға бағытталған шара болып саналады. Енді қараңыз, бұл бірақ бірінші инфекцияны ғана жояды. Сіз мысалы көктемде бір обработка өңдеу жасадыңыз дейік қазір мыс сульфатымен. Ал бірақ ол сіздің жылдың соңына дейін сіздің ағаштарыңызды қорғап бере алмайды. Ол тек қана біріншілік инфекцияны жояды, яғни аскоспораларды. Одан кейін егер де сіздің көршіңіз жасамаған, немесе басқа жақта, басқа жердегі бір кісілер жасаған жоқ деген сияқты, олар өйткені ұзақтан ұшып келе алады. Егер канидилер, яғни екіншілік заражение, екінші рет зақымдану, екінші инфекция ұшып келетін болса, сіздің алмаларыңыз сақтала алмайды. Сіздің жұмысыңыз ағаш, жаңа медный купорос жасау, сіздің ағашыңыздың бойында, жарықтарында, бүршік астында, немесе жерге түскен жапырақтарда қыстап шыққан ауруларды жоюға ғана бағытталады негізі. Оны енді қалай жасаймыз? Оны 1% және 3% концентрациясын жасау болады. 10 литр суға 300 грамм қоса болады, 10 литр суға 100 грамм қоса болады. Мыс деген негізі көп қосатын болсаңыз, ол негізі зиян ағашқа, концентрациясын көбейтпеуге тырысыңыз. Егер де былтырғы жылы ауру қатты болмаған болса, онда сіз 1%-пен 1%-пен жұмыс істей бергеніңіз абзал болады. Одан кейінгі тағы бір мәселе, ол мыс сульфаты тағы да кене бітелердің жұмыртқаларына да аздап әсер етеді. Сосын оның да кішкене тағы да бір мыстың тыңайтқыш сияқты жұмыс істеуге әсер етеді. Өйткені мыс көпшілікке белгілі белсенді бір фотосинтез процесіне де қатысы бар, үлесі бар фотосинтез процесінде. Одан кейінгі не үшін жанаспалы деген бір сұраққа туындап қалуы мүмкін. Неге біз жүйелік фунгицидтермен жұмыс істейміз? Өйткені жүйелік фунгицидтер берсеңіз, ол жапырағы жоқ болғандықтан бойына сіңбейді. Ал бойына тек қана жапырақпен сіңеді. Сол үшін бұл жерде ол далаға кетеді, өңдеу кезі бәрі. Сол үшін көктемде тек қана жанаспалы, тисе өлтіретін, жанасса өлтіретін фунгицидтермен жұмыс істелінеді. Не қалды айтуға? Қысқасы осы, не үшін жасалынатыны, және оны қалай жасалынады туралы айтайын. Және оны қалай шашатыны түсінікті. Ағаштың тұла бойына шашып шығасыздар, тұла бойына толық. Сосын жерде жатқан жапырақ қалдықтары жиналмаған болатын болса, оған да міндетті түрде тазалап алып тастайсыз, мүмкіндік болса, өйткені бойында инфекциялар сақталады оның бойында да. Егер жерде соны бір саран қалған болатын болса, айналасында шашып шыққаныңыз абзал болады.